7-ші басынып оқушысы Елена Рай. Мен Мұхтар Әуезовтің «Қилы заман» кітабын оқыдым. Бұл 1928 жылы жазылған Мұхтар Әуезовтің тарихи шығармасы. Бұл 1916 жылы ұлт-азаттық көтеріліс тақырыбына арналған. Қилы заман қазақ халқының ауыр тұрмысын, тар жол тайғақ кешуін, ынтымақ бірлігін көрсететін шығарма. Туындыда Қарқара жерінде өткен қасіретті мол қанды оқиға жан-жақты баяндалған. Жазушы жеке кейіпкерді ғана емес, тұтас бір халықтың дүрбелең шақтағы ауыр тұрмысын суреттеген. Мен бұл шығарманы сіздерге оқуға кеңес беремін. Мен 7 сыныбындағы Беназметпін. Менің оқыған кітабым Хачико кітабы. Бұл кітапта Хачико өзінің есіне өте адал болады. Бұл шығарма шындыққа негізделген. Яғни Жапония қаласында Уилл Стофсон деген кісімен және оның иті екеуі бірге тұрады. Және Хачико деген ит ол иесіне өте адал болады. Және ол күнде оны жұмысына шығарып салып, немесе әкеліп тұрады екен. Және бір күні иесі қайтыс болғаннан кейін Хачико оны жылдар бойы сол жерде күтіп отыра береді. Бірақ оны көп адамдар барынша алып кетуге тырысқанмен Хачико бәрібір көнбейді екен. Ол өте есіне адал болады. Және бір күні Хачико қартайып қайтыс болған соң оның отырған жеріне үлкен ескерткіш салып кетеді. Мен бұл кітаптан өте керемет әсер алдым. Және бұл кітапта ит пен адамның адалдығы, достығы, сенімділігі туралы айтылады. Мен осы кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін. Үлкен жалпы білім беретін мектептің 7-ші Б сынып оқушысы Орысбаева Сандуғашпын. Мен Джордж Клейсонның «Вавилондағы ең бай» атты кітабын оқыдым. Бұл кітаптың заңдылығы, физика заңдылығы сияқты әмбебап әрі көзге келмейді. Біз оқуды, жазуды үйренген сияқты байлықтың кілтінде бай болуды үйрене аламыз. Және оны біз тез меңгеруімізге болады. Алғаш 1926 жылы жарық көріп күні бүгінге дейін сатылған «Вавилондағы ең бай адам» атты кітап 2 миллион данамен қазіргі заманға дейін сатылған. Қазіргі заманның байлары да осындай ережелерге сүйеніп байып жатыр. Мен сіздерге «Вавилондағы ең бай адам» кітапты оқуға кеңес беремін. Жалпы білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысымын. Мен Бек Тоғысбаевтың «Әкеңде бала болған» кітабын оқыдым. Бек Тоғысбаев 1936 жылы дүниеге келіп, 2006 жылы дүниеден өткен. Оның алғашқы шығармалары 1960 жылы жарық көрген. Оның «Әкеңде бала болған» кітабының сый-қонақ тақырыпшасында облыстың тікелей бастығы Зәуірбек Қарашиннің ауылдағы Жантай атты кісіге «Мен осы демалыста ауылға келіп демаламын, балықтың сорпасын ішемін. Қысқасын айтқанда, ауылға келіп бой жазып сейіл құрамын» дейді. Бәрінен бұрын қалаға үйренген орыс баламды ауыл өміріне көрсетіп, оған аң құс атуды үйретсем ба деймін дейді. Жантайға дәл уақытында қоңырау шалған Зәукең, Жантай қоңырау шалды Зәуке. Оған Жантай мен сіздерді қарсы алуға жағдайым жетеді дей салды. Және келесі күн оны облыстан алып кетеді. Және тіпті облыс орталығына да соқпай тіке ауылға келеді. Сонда Зәукең облыстың бастығы болғандықтан Жантайға «Мына ауылдың жолдары немене» дейді. Сонда Жантай деудің бастығы, яғни осы ауылдағы жолдардың бәрі оның қарамағында екенін Зәукең білмеді. Сонда ол бюджеттен бөлінген ақшаның бәріне жолды жасаймыз. Бірақ күзгі және көктемгі жаңбырлар осы жолдың бәрін быт-шыт қылады дей салады, үн қатады. Зәукең оған жарайды деп, сәл уақыт өткен соң өзен бойындағы Ақбал атымен үйді көреді. Және ол үйдегі Зәукеннің үй екенін біліп, оның ішінде ыдыстар мен тамақтар тұратын шығар деп ойлайды. Және олар үйге жеткен соң Жантайдың әйелі Алтын бала орамал дұрыстай салып оларды күтіп алады. Оны көрген Зәукеңнің жадырай түседі. Және оның ең бірінші ұстауға көзі түсіп, одағы балық сорпасы мен қазы қартаға, көптеген коньяктарға және ең бірінші француз коньягі Наполеонға көзі түседі. Және мұны көре салысымен Жантайға «Мына жігіттің масштабы зор екен» дейді. Оны естіген Алтын баланы Жантай қылқылдап күледі. Және Зәуірбек олардың бәріне тойып ұйықтайды. Ұйқыдан тұрған соң ол тағы да костюмі мен қызыл галстугын киіп алады. Құдды бір театрға немесе әкімшілікке баратқандай. Жантай оған ұйқыдан тұрған соң «Қалай ұйықтап тұрдың?» дейді. Ал Зәукең болса «Мынандай керемет табиғатта
жаман ұйықтау бола ма дейді. Ал неден бастаймыз дегенде ол өзенге барып балық аулайық дейді. Және Зәукең Жантайға қайық бар ма дегенде бар, оның ескектері де және моторлысы да бар дейді. Және соған отырып балық аулайды. Сәл уақыт өткен соң өзеннің ар жағындағы тоғайға, орманға барып елік атайық дейді. Бірақ оған мылтықтар жоқ болғандықтан қайтадан үйге барып олар мылтығын алады. Және Жантайдың 16 мылтығын көрген Зәукең оған таңғалып, сенің 16 мылтығыңнан менің бір мылтығым артық. Мен бұны кезіндегі Ұлы Отан соғысында немістерден алғанмын. Бұл мылтық 10 рет қатарына атсаң да қызбайды, ал сен де неше рет атсаң да қызып кетеді дейді. Және олар қорықша келген соң олармен елік арқар атуға жөнеледі. Бірақ елік арқар немесе тауишка атқандарға айыппұл салынатын Зәукең естіп ары қарай тоғайға шығады. Және ол Зәукең осылай демалысын ауылда жақсы өткізеді. Мен сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Алиева Мөлдір, Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзін оқыдым. Абайдың өзіне тоқталатын болсам, Абай Құнанбаев 1845 жылы Шығыс Қазақстан Семей облысында дүниеге келді. Ал 1904 жылы Семей қаласында дүниеден өтті. Мен Абай Құнанбаевтың 7 қара сөзін оқыдым. 7 қара сөзінде адам баласының анадан 2 мінезбен туатыны жайлы жазылған. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам, бұл тән құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ бола алмайды. Біреуі білсем, үйренсем, көрсем, бұл жан құмары. Бұлар әр нәрсеге жалтыр-жұлтыр етіп үйренгісі келіп тұрады. Міне, осы кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін. Сынып оқушысы Берік Нұрсыла. Бүгін мен Міржақып Дулатұлының шығармаларының бірі «Шалдың 3 баласы» деген әңгімені айтқым келіп тұр. Ертеде бір шал болыпты. Оның 3 баласы